Қайырлы таң қадірлі көрермен. Мына қаптаған қалың ойыншықтарға бала түгілі бозбала жігіттің өзі қызығар сөзсіз, бірақ есіңізде болсын, кейбір сапасыз ойыншықтар балаңыздың, сәбиіңіздің мүгедек болып қалуына себепкер болуы әбден мүмкін. Ресми деректерге сенсек, әлемдегі ойыншықтардың 95%-ға жуығы Қытайда құрастырылады. Ал еліміздегі ойыншықтардың 80%-ы осы аспан асты елінің өнімі. Қалғаны Ресей мен Беларусиядан келеді. Сонда қазақ баласы өз отанында жасалған ойыншықтармен ойнап, түрлі тағамдық дәрумендерді қолдана алмайтын болып тұрған. Жалпы ойыншықтар турасында тағы нендей тасада жатқан қызықтар бар. Бүгін осы жайлы айтқымыз келеді. Расыменде ойыншық бала тәрбиесіндегі бірден бір құрал. Ол балдырғандардың дүние танымын қалыптастырып, қабілетін шыңдауға көмектеседі. Яғни кез келген бала ойыншық арқылы есейіп, ой өрісін дамытады. Сол себепті де ойыншық сатып аларда сапасы мен қауіпсіздігіне мән берген дұрыс. В нашем магазине присутствуют товары сертификаты. Біздің дүкенімізде брендтік және нарықтағы тауарлардың көшірмесі сатылады. Барлығы сертификатталған. Қытайдан келген тауарлардың бағасы басқасына қарағанда арзанырақ, бірақ бұл олардың сапасы төмен деген сөз емес. Әрқайсының рұқсат қағазы бар. Сондықтан мұндай ойыншықтарды қорықпай сатып алуға болады. Пользуются, скажем так, некачественными. Ол рас, дүкен сөрелеріндегі тауарлардың дені сертификатталған, сатуға жарамды өнімдер. Ал ашық базарда мұндай талап өкінішке қарай ескеріле бермейді. Ресми деректерге сүйенсек, 2018 жылдың 10 айындағы қорытынды бойынша 42,3% балалар ойыншығы сатуға жарамсыз болып шыққан. Десе де, кейбір ата-аналардың бұл тексеріске көңілі толмайды. Өйткені тұтынушылар құқығын қорғау комитеті ойыншықтардың сыртқы келбетін ғана тексереді. Яғни аллергия тудырып, балаға зиян келтіретін қауіпті қоспалардың бар жоқтығын назарға алмайды деп налиды. Ең әуелі тауарларға сәйкестікті растайтын құжат талап еткен жөн. Екіншіден, тауардың таңбалауында мынадай ақпарат болу керек. Біріншісі, ұйымның атауы, шыққан елдің атауы, сақтау мерзімі, EAS белгісі болу керек, және ойыншыққа қай жасқа арналған мәлімет болу керек. Егер бұндай белгілер болмаған жағдайда, тауар кеден одағының ойыншықтар қауіпсіздігі туралы техникалық регламентінің талаптарына сәйкес емес болып есептеледі. Сала маманының бұл кеңесі тауар сатып аларда кәдеңізге жарары сөзсіз. Десе де аталған белгісі бар екен деп балаңызға ұстата салмаңыз. Себебі қазіргі ойыншықтардың басым бөлігі батыстық үлгіде жасалып, ашық шашық киіммен қапталған. Тіпті түрі ұсқынсыз, аяқ ауыр қуыршақтармен қатар қолына қару ұстаған түрлі құбыжық бейнесіндегі шетелдік мультфильм немесе ертегілерінің кейіпкерлері. Бұлар ұрпақ санасын улап қана қоймай, баланың ұлт жанында адамгершілігі мол азамат болып жетуіне кедергі болары сөзсіз. Қуыршақты ойын құралы ретінде ғана қарау керекпіз. Біз оны баланы керісінше жаңағыдай негатив, агрессия, қорқыныш сияқты сезімдерін ояту емес, керісінше логикалық ойлау, сөйлеу қабілетін дамытуға арналған ойыншықтар болған дұрыс деп айтар едім. Ойыншықтардың баланың жалпы дамуына, психикасына әсері өте мол, және кері әсері деп айтар едім. Өйткені бала психикасы, біз мысалы қуыршаққа жансыз зат деп қарайды үлкен адамдар. Ал бала болса, бұл жанды деп онымен сөйлеседі, оған еліктейді, оны ұйықтатады, немесе кәдімгідей жаңағы соған ұқсағысы да келуі мүмкін. Әсіресе қыз балалар мысалы жаңағы Барбиге ұқсағысы келіп, дене бітімін өзгертіп жатқанда мысалы зиянды жақтарын байқаймыз. Ал монстрлардың әсіресе жаңағыдай агрессияға әкеліп соғады балалардың. Балам сондай бір ашуланшақ, әр нәрсеге жылайды деген ата-аналар себепті сол жақтан да іздесе болады деп айтар едім. Рахмет аға. Қазақстан Республикасы қоғамдық денсаулық сақтау комитеті сараптама орталығының мамандары әр сараптама бір апта немесе 10 күн аралығында қорытынды шығатын алдын ала бізге ескертіп айтты. Десе де сараптаманы өз көзімізбен көру мақсатында міне осы ойыншықтарды сатып алдық арнайы базарға келіп. Саламатсыз. Өзіңіз айтқандай ойыншықтарды алып келдім. Әрмен қарай енді сараптамалық жұмыс сіздің құзырыңызда.
Алдымен бізге ойыншық, зертханаға ойыншық түскен кезде біз ең алдымен ойыншықтың таңбалауын қараймыз. Яғни ойыншықтың қай жерде өндірді, негізгі құрал жаңағы қандай неден жасалды, пластмассадан жасалды ма, металдан ба, соның бәрін мына жақта оның ақпараты болу керек. Қазір көріп отырғандай мына ойыншықтың ешқандай ақпараты жоқ. Орыс тілінде, қазақ тілінде ақпарат көрсетілмеген. Екіншіден, бұл ойыншықтың біз иісін анықтаймыз. Яғни иісі нормаға сәйкес, нормада бізде 3 балл болу керек. Қазір мына ойыншыққа біз 1 балл деген береміз. Ойнауға жарамды иісі жағынан. Әрмен қарай біз бұл ойыншықтарға зерттеулер жүргіземіз. Яғни жаңағы ойыншықтың уланғыш индексін көреміз, ауыр тұздарын көреміз. Және де фенол, формальдегидтар, ацетальдегидтер көреміз. Бір ойыншықты біз 19 көрсеткішке тексереміз. Иә, дені сау ұрпақ ұлт болашағы. Сұраныс жоқ жерде ұсыныс өзгеретінін ескерсек, тұтынушылар тарапынан да саудагерлерге қойылатын талап күшейген абзал. Яғни ойыншықтарға тек бизнес емес, ұлттық идеология ретінде қарауға жеттігін қадағалау керек.